Баршаңызға сәлем қыздар. Мен сіздермен бүгін менің асханамда хит болған пышка тіске басар самса тәріздес тағамның түрін әзірлейміз. Қараңыздар, өте әдемі болып шығады. Дастарханда ерекше көрініс береді. Қатпарлы қамырымызды алып, дөп дөңгелек етіп жайып аламыз. Бездрожжевой. Достар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Салмасына кеттік қыздар. Салмасына картопты мен жақсылап пісіріп алған соң езгіндеп картоптың пюресін дайындаймын. Аскөк, тұз, қара бұрыш салып, сливочный сары майдан 1-2 қасық салып жіберемін. Сосын осылай қамырдың жиегіне ұзына бойы қойып шығамын, дағыны ораймын. Орама тәрізді орап, жақсылап орап, қамырдың ортасына ешқандай май жақпаймыз. Қараңыздар, пышақтың көмегіне жүгінбейміз, қолдың көмегімен үзіп аламыз, дағыны ортасын басып қамырдың. Міне, тағы көрсетем, қараңыздар, қолдың көмегімен ортасын басып осылай тапамызға саламыз. Бетін жұмыртқамен жақсылап үйкеп, жағып, күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 25 минут, 20 минут пышкамыз қалай дайын болғанша қызарып, осындай әдемі түрмен шығады. Салмасына сіздер өздеріңіз қарасаңыздар болады. Брынза, слуг, брынза көк пиязбен әзірлесеңіздер болады. Сырмен әзірлесеңіздер болады. Қараңыздар, осылай керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын.